Адамзат дамуының қай кезеңінде болмасын, тәрбиенің тиімділігін жетілдіру ісі жүзеге асырылып келеді. Бұл істі жүзеге асыруда лицейімізде бірнеше жобалар құрылып іске асырылып жатыр. Жоба мақсаты білімді, мәдениетті, бақытты жастарды тәрбиелеу. Әрине осы мақсатта ең бірінші ұжым бірігу алға қойылған. Педагогтер арасында тимбилдинг, ақылдасу жиындары өткізіліп тұрады. Білім алушылардың ой өрісін өсіру, еркіндікті сезіндіру, өз ойларын толық жеткізу мақсатында мектеп қабырғасынан тыс жерлерде тәрбие сағаттары ұйымдастырылады. Оқушылардың бос уақытын тиімді пайдалану тұрғысында лицей оқушыларын арналған жыланды толық әңгімелесу, дебат, тренинг, пікір алмасу кездесулері ұйымдастырылып жүр. Жобаның мақсаты жас ұрпақтың терең білім алып, ой өрісін өсіріп, шығармашылықпен жұмыс істей алуына жағдай туғызу. Әрбір оқушының өзін-өзі дамытуына, өз мүддесі мен қызығуын қанағаттандыруына ынталандыру, бойындағы қабілетіне сай білімін ұштауына ықпал жасау. Қонақтармен әсерлі кездесу, өмірлік тәжірибемен ой бөлісу және жасөспірімдерге дұрыс бағыт-бағдар беру мүмкіндігін түсіндіру. Жоба қонақтар елімізге танымал тұлғалар мен кәсіпкерлер және беделді азаматтар. Лицейімізде өз туған жерінің азаматтарын құрметтей біліп, алдыңғы аға буын, кейінгі іні бауырларын береке-бірлікке шақыру мақсатында түлектер кездесу ұйымдастырылып келеді. Лицей білім алушылары Қазақстанның ең үздік мектептеріне барып оқу-жаттығу жиынын өткізіп жүр. Олимпиададан халықаралық ареналарға шығып жүрген оқушылармен кездеседі. Оқушылардың өзін-өзі дамытуына және тәжірибемен алмасуына мүмкіндік береді. Білім алушыларға көптеген мүмкіндіктер көрсете отырып қызығушылықтарын оятады. Даналық мектебі жобасы аясында ардагер ұстаздармен кездесу, сынып безендіруіне ата-аналардың идеясын қосу, ата-аналар жиналысын, кездесуін басқа форматта өткізу сияқты жұмыстар жүргізіледі. Оқушылардың бос уақытын қызықты және тиімді өткізу мақсатында мектеп фойелеріне шахмат алаңы және оқырмандар алаңы ашылды.